Бөржар қоймасына шабақтар тағы да жіберілді. Кәріз шайынды суларын тазарту құрылыстарының кешенінің төңірегіндегі экологиялық жағдайды жақсартуға Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің әкімшілігі тағы да үлес қосты. Сазан мен сазанның шабақтары Алматыдан Шымкентке дейін ұзақ жолдан жеткізілді. Ыстық ауа райы балықтардың күйіне әсер етпеу үшін олар түнде арнайы тасымалданды. Бөржар су қоймасына таңертең ерте жеткізілді. Олар тасымалданатын контейнерге оттегі берілді. Сазана привезли 20 тысяч алматинского рыбопитомника. Карп, сазан. Шабақтардың кезекті партиясы 20 мың дананы құрайды. Өткен жылы тазартылған ағынды суларды сақтайтын Бөржар су қоймасына да 20 мың дана балық жіберілді. Олар шабақтар күміс тұқым амур сақтау алаңына хлорелла егілгеннен кейін резервуардағы оттегінің деңгейі айтарлықтай өсті. Бұл табиғаттың қарқынды дамуына ықпал етті. Хлорелла шаянтәрізділердің алуан түрі үшін тамаша тағам көзіне айналды. Және олар өз кезегінде балықтармен қоректенеді. Су қоймасына алуан түрлі су құстары бар. Бұл су қоймасындағы экологиялық жағдайдың жақсарып келе жатқанын білдіреді. Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тарапынан бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда.